Әйелім темекі шексе не істеуге болады, қой десем қоймайды дейді. Үйленгенде екеуің бірге шеккесіңдер, ә? Сен оны шегіп жүріп алдың, шеккен күйінде алдың, екеуің бірге шектіңдер. Бес сенікі мен шейін, мен сенікі сен екеуің қосылып шектіңдер. Енді уже елдің бәріне білгілі болып, туғандарға позор болып, ол да бүйтіп деп қойып, Құдай тамақта отырады, темекі жеп, чай құйып, шай дастархан үстінде. Сен отырасың да жеп. Енді солай болған шығар енді. Егер білмей қалып алданып қалсаң, онда қойдыру керек онда. Егер білмей алданып қалсаң. Білмеймін, мен алданатын еркек мен әлі көрген жоқпын. Алдайтын еркек көрген, бірақ алданатын еркек әлі көрген жоқпын. Сондықтан қарап көру керек. Шыбын мен құмырсқаларды өлтіруге бола ма? Үйдегін бәрін өлтіре берсең болады, далада қуып жүріп өлтірме. Өлтіргенде де бүйтіп шапалақпен бір-ақ ұрып өлтірсең болды. Мыжып, аузын айырып, қанатын жұлып, содан кейін аяқтарын жұлып, аузын басын аузына айландырып кигізу харам болады. Бірден өлтірсең, енді дұрыс шығар, өлтіру керек болса. Өзімен өзі далада ұшып кетіп бара жатқан, айдаладағы Астанаға ұшып кетіп бара жатқан самолет сияқты кетіп бара жатқан рейсінен қалдырып, шыбынды өлтіруге болмайды. Ұстаз өлгім келеді дейді. Енді өлсең не болады? Ештеңе болмайды, Құран оқып қоямыз. Оны дүниеде сен күтіп болмайды ешкім. Оке қапты братан деп. Олай емес, азап болады. Сондықтан сол өлгенім итак өлесің, ертеме кешпе бәріміз өлеміз. Соға дейін оған дайын болған жақсырақ болады. Құр өлгеннен пайда жоқ. Әйелді аманат екен түсіну керек. Біреудің баласы екен түсіну керек. Ол сенің құлың емес, сенің қызметшің емес, сенің үйдегі күңің емес. Өлтірсе өлтірсем, қаласам тірілтіп алам дейтін. Ол ақымақ адам. Солай істейтіндер. Ешқашан әйел затына қол көтермеңіздер. Адам баласына қол көтермеңіз. Кімде-кім әйелге қол көтерсе, сол әйелге сүмірейіп күнін қаратып қояды Құдай. Ешқашан бақытың ашылмайды. Қызың да тепкіленеді, өзің де тепкіленесің, өмірің жақсы болмайды. Ең соңында туалетке барамай қаласың. Сонда памперсіңді сүмірейіп сол әйеліңе зар боласың. Ұрма әйелді ешқайсыңыз. Жігіттің мықтысы әйел ұрмаңыздар. Енем қызымды оңбаған иттің баласы деп айтады, көнбей кетсе дейді. Ол енең баланы айтып тұрған жоқ. Ол саған посыл келіп жатыр. Сенде мәселе бар деген сөз. Айтса, түзел, ештеңе жоқ. Айтады, үлкен кісінің аузы мен жабамыз ба, сен жабасың ба, мен жабам ба? Мүмкін қате шығар. Қате болса өз жауап береді жаным. Сіздер алысатын нәрсемен алыссаңыздаршы, тағы да айтам. Бізде енемен алыса бересіздер. Алыспаңыздар енемен. Сізде не, басқа проблема жоқ па не үйде? Күйеуіңмен алыс, кухнямен алыс, шкафпен алыс, комодпен алыс, холодильникпен алыс, міне толатын нәрсе. Білімізде талпын, кішкене тәлім алу, интернетте тола. Қаншама торт үйретем, шоколад үйретем, гүл үйретем, соны оқы, кішкене талпын, өзіңді дамыт, сол кезде тебе не да ене будет. Түсінесің бе сен? Ене деген қалып қалады мына жақта. А сенің жұмысың бір күйеуді аңду, телефонын аңду, яғни күйеуді емес, телефонын аңду, одан кейін барып, енен аңду. Бұл басқа сенде жұмыс жоқ. Содан кейін проблема осы жерден келіп шығады. Қой о нәрсені. Аллах Тағала жақсылықты, жамандықты жеңу үшін дейді, жаманшылықты жеңу үшін. Адам жақсылыққа ұмтыла беру керек, жаманшылық өзі кетеді. Біз басқа нәрсеменен алсамыз да, ол дұрыс емес. Оны уже түзет, ол 50-ге келіп, бәленбай бала туып, бір күйеуді шалғып, қартайтып біткен кейіне ол. Ол шаша қарып кеткен сен қайнатаң, өліп таған шығар же. Енді соны жеңген адам, сен келін мен жеңем дейсің. Жеңемейсің сен, қой оны. Ыдысты жумай, ұйықтайтын жалқау әйелдерге не айтасыз? Шайтан аралайды дейді. Шайтан басқа уақытта араламай ма екен? Именно сол ыдыс аяққа қарайды ғой, деме шайтан. Бұл бар айды, дұрыс. Бұнда жоққа шығармай қояйық, бұл нәрсе бар. Бірақ бұл кімдерге? Бұл жалқау болмасын деген сөз бірінші. Бұл біріншіден осыны түсіну керек. Екіншіден, шайтан келіп жалайды деген бар. Табақты жемеген нәрсен беті жабылмаса, шайтан келіп дәрет сындырады деген бар, жындар келеді деген бар. Бірақ бұл біздің өмірімізге шайтан соншама көп кірген, что табақ жалағаннан бізге әсер бермейді ол жылан қазір. Ол шайтандар. Өйткені біз ашық-шашық жүрсек, біз аузымызда боғауыз болса, ұятсыздық көп болса, діннен хабарымыз кем болса, но зато ыдыс аяқты білеміз біз.
Әйелім күнде ұрыс іздеп тұрады, үйде күнде ұрыс керіс. Демек, үйде екі әйел деген сөз. Үйде ұрыс көп болса, әйел екеу деген сөз. Сол әйелді біреу қылу керек, сен еркек болу керексің, ол әйел болу керек, сонда орнына түседі бәрі. Оны ұрмау керек, жағаласпау керек, сенікі дұрыс деп құтылу. Ұстаз, әйеліне дейді, өз фамилияңды беру дұрыс па дейді. Әй, ардақтым, сен әйеліңе өзі тамақ берші, киім бер, бриллиант бер, ақша бер, оған Каспийден көп. Болды, оған фамилия керек жоқ өз. Өз фамилиясына қалдай берсін, тиіспеші соның фамилиясына. Өзінің фамилиясы нормальный. Марқымбаева ма, сол Марқымбаева болып жүре берсін, не қыласың сен? Күшті фамилияңды бермей-ақ қой. Сен оған ақша бер. Бақ, асыра, үйрет, тәрбиеле, жақсы сөз айт, жақсы күйеу бол, тағы не қыл. Балаларына жақсы қара сол. Ұстаз, сізбен қалай кездессем болады дейді. Не қыласың менімен кездесіп? Потому көп сұрақтарым бар еді, және намаз оқуды үйренсем дейді. Қалай сен өзің елестейсің? Сол мен отырайын сен алдында өстіп, сен отырасың мен алдында. Маған қарайсың, мен отырамын саған қарап, сен отырасың, соң мен отырамын. Ты на рахате, я на рахате отырамыз ба солай жаным? Сен осы жерден үйрене берсеші, соған уақыт кетіріп, маған келіп, такси жалдап, мен келдім, мен саған барам, сен келіп, жүреміз, өмір сөйтіп өтіп кетеді жаным. Сөйткенше 2030 болады. Сен қазір осы бастай бер, не қыласың? Келіп, сөйлесіп, өткенде бір жа жетті. Сізбен бір от души сөйлессем бола ма деп. Сондықтан ол болмайтын шығар жаным. Осы жерде сұрай берсеші, мағына не енді? Сол жүріп, арбия таксимен жүріп өмір өтіп кетеді жаным. Осы жерде оқи бер, болды. Жаза бер, мен отырмын, тегін, бесплатно, тегін.